Сәлем. Бүгін сіздермен электронды кітапты қалай конвертация жасау керек екенін көрсетейін. Күнделікті сіздің қолдарыңызда Kindle кітабы болуы мүмкін. Kindle кітабы ерекше форматты талап етеді. Mobi, AZV деген сияқты мынандай форматтар. Сол үшін біз онлайн конвертерге кіреміз. Міне онлайн конвертерге кірдік. Бізде қазір мынандай кітап бар. Рузвельт Франклин беседа у камине. Американ президентін біз қазір конвертация жасаймыз. Сол үшін біз мына жерден бірнеше ненің ішінен таңдаймыз. Конвертация әртүрлі. Міне конвертация бізге электронды книга керек. Так, мына жерден формат таңдаймыз. Мына жерде форматтар әртүрлі. Бізге AZV форматы керек. Міне выберите файл дейді. Файлды таңдаймыз. Немесе қазір дайын. Мына жерден әкеп былай сала салсақ та болады. PDF форматымыз жүктелді. Мына жерге шрифттер таңдайсыз. Қандай шрифт керек? Қандай электронды кітап керек сізге? Мына жерде сіз таңдайсыз қандай электронды. Бізге Kindle Oasis керек. Мына жерге тақырыбын жазсаңыз болады, өзіңіз бөлек басқа тақырыппен сақталып шығатын болады. И бастайсыз. Бұл жерде ешқандай регистрация керегі жоқ. Осылай бір кітапты немесе бірнеше кітапты қатарынан жүктеп, 10 шақты кітапты жүктеп, архив ретінде бір файлмен көшіріп ала аласыздар. Қазір көрейік қандай болатын. Қазір әлі жүктеліп жатыр. Kindle'да біз Documents сақталған AZV Mobi файлды Documents деген папканың ішіне лақтырамыз. Әшейін Kindle'дің ішіне лақтырсақ, ол кітабымыз көрінбейді. Сондықтан да егер Kindle Paperwhite, Kindle немесе Kindle Oasis болса, Document деген папканың ішіне лақтырамыз. Ал егер Kindle планшеттер болса, Fire HD, Fire HDX сияқты, онда біз Kindle деген жазу бар папканың ішіне лақтырамыз. Екеуі екі түрлі. Бірінші вариантта Documents, екінші вариантта Kindle деген папканың ішінен. Планшетті Kindle папканың ішіне тастағаннан кейін біз оны тура планшеттің рабочий столында Books деген кітапты бассақ, разделді бассақ, сол кезде сол жақтан шығады. Бізде жүктеліп жатыр, себебі біздің PDF файлымыздың көлемі 30 мегабайт. Ол үлкен. Сондықтан да кейде ұзақ болады, кейде қысқа болады. Тек қана мен қазір Kindle'ды көрсетіп айтып отырмын, бірақ сіздер Pocketbook басқа да кітаптар болса, онда кез келген бағана мен таңдаған сияқты басқа файлдарды таңдасаңыздар болады. Сол жерден қалаған бағана форматыңыз, керек форматыңызды ала аласыздар. Жалпы менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Мен бұл каналды барлық білгенді бөлісетін болам. Яғни біз күнделікті осы нәрсені жасаймыз ғой, бірақ көп адам бұл нәрсені біле бермейді. Мысалы, Қытайдан зат алу, немесе бір кітапты қалай формат жасау, немесе видеоны қалай конвертация жасау, видеоны аудиоға айналдыру, немесе YouTube'ты көшірмей-ақ белгілі бір орысша айтқанда отрезок дейді, бір бөлшегін көшіріп алуға да болады. Даже видеоны түгел жүктемей-ақ белгілі бір бөлшегін. Мысалы, сол 2 сағат, 3 сағаттық видеоның ішінен 2 минуттық бөлшек керек болса, онда тура соны көшіріп алатындай мүмкіндіктер бар. Біз оны күнделікті жасаймыз, сондықтан да қарапайым адамның көзін ашу үшін кейде бір элементарны оңай заттың өзі үлкен жұмыс болып көрінеді. Көп адам оны білмейді, даже ойына да келмейді. Сондықтан да мен осы адамдарға, көрермендерге ой салу үшін бір кішігірім өзім күнделікті жасайған нәрсемді осылай сіздерге жазып көрсетем деген ойға келдім.
біріншіден ол қызық болуы мүмкін, екіншіден көп адамға көмек болуы мүмкін. Сондықтан да каналыма жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Каналдың өсуі ол комментарийға байланысты. Көбірек комментарий салсаңыз, көбірек каналдың тез дамуына үлес қоса аласыздар. Міне қарап тұрсаңыздар, барлығы жүктелді, міне өзінен өзі сақталып жатыр. Міне 81 мегабайт болды. Өте үлкен файл. 20-30 мегабайт PDF-тің өзі 87-ге айналып отыр. Ол өздігінен бірден сақталады, немесе сақталмаған жағдайда мына жерде скачать файл zip дейсіздер. Жақсы, мына жерден де басасыздар. Жақсы, егер видео ұнап жатса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сұрақтар болса астына жазсаңыздар болады. Оқимын, жауап беремін.